Сүйек сорпасы қандай ауруға ем? Көпшілік мал сойғанда немесе ет алғанда сүйек саяққа мән бермейді. Тіпті сүйекті тағам деп қарамайтындар да бар. Алайда мамандар сүйектен жасалған сорпаның адам денсаулығына тигізер пайдасы өте көп екенін айтады. Невролог, нутрициолог Ұлжалға Сманова сүйектің сорпасы туралы айтып берді. Тұрғындарды дұрыс тамақтануға үндеп жүрген мамандар сүйек сорпасын супер тағам деп айтады екен. Базарда етке қарағанда сүйек арзан, бірақ көпшілік сүйек деп менсінбейді. Ал сүйектің құрамында өте көп пайдалы элементтер бар. Сүйек сорпасы ең пайдалы сорпаның қатарына жатады дейді Ұлжалға Сманова. Сүйек сорпасының құрамында дәрумендер, амин қышқылдары, коллаген бар. Сүйек табиғи коллагеннің көзі. Әсіресе әйел адамдар терінің сұлулығын, сұлу қалпын ұзақ сақтағысы келсе, сүйек сорпасын көбірек ішкені жөн. Бұл сорпаның құрамында кальций, магний, фосфор, яғни адамға қажетті дәрумендердің барлығы да бар. Маманның айтуынша, сүйек сорпасы шаштың, тырнақтың саулығына тікелей әсер етеді. Асқазан, ішек жолдарын қалпына келтіреді. Ішек ауруларының алдын алады. Буын, аллергия, қаназдық, өт жол ауруларына ем. Сорпа қалай жасалады? Бұл сорпаны жасау үшін сиырдың, жылқының, балықтың, қойдың, яғни жануардың сүйегі болу керек. Сорпаның қайнау ұзақтығы 8 немесе 22-24 сағат. Ұзақ және баяу отта қайнату қажет. Сонда ғана сүйектің бойындағы керекті элементтер сыртқа шығады. Ал 1-2 сағат қайнаған сорпа ол сүйек сорпасына жатпайды. Бұндай сорпаны мұздатқышта, тоңазғышта 1 апта бойы сақтауға болады. Сорпаны 2-ші рет қайнатуға болмайды, жылытып отырып ішу керек. Егер 2-ші рет қайнататын болсаңыз, керісінше зияны тиеді дейді Ұлжалға Сманова. Мәселен, ірі қара малдың жілік сүйектерін қайнату үшін оны жуып қазанға саласыз. Алдымен қатты отта көбігі шыққанша қайнатып аласыз. Көбігін алып, тағы да жарты сағатқа қойып, суын ауыстырасыз. Яғни, 2-ші рет қазанға су толтырып, қайнағанша қатты, сосын баяу отқа қосасыз. Егер шамамен 10 литр сорпада қайнатсаңыз, 1 лимонды сығып қосасыз. Лимон болмаса алма сірке суын қосуға болады. 1 литр сорпаға 1 шай қасық алма сіркесін немесе 1 лимон шырынын қосасыз. Бұлар сүйектегі минералдарды сорпаға шығаруға көмектеседі дейді дәрігер маман. Сорпаға дәміне қарай тұз қосылады. Ал дайын болған кезде аскөк, сәбіз, жуа қосуға да болады. Картоп қосуға болмайды. Сүйек сорпасын кімдерге ішуге болмайды? Ұлжалға Сманова